Қабанбайдың қайраты. Қабанбай батыр бірде бір шайқаста жеңілуді білмеген. Ұлы жауынгер 40 жыл бойы аттан түспей соғысқа қатысқан. Жоңғарларға қарсы ұлт азаттық күресте 100-ден астам шайқасқа қатысқан. Отан алдындағы ерен еңбегі үшін оған дарабоз атағы берілді. Қабанбай батырдың руы Найман, оның ішінде Қаракерей. Оның атасы Мәмбет пен әкесі Қожағұл қоғамның әскери ақсүйек элитасы баһадүрлер иелігінде болған. Қабанбайдың үлкен ағасы Күшікте мықты батыр болған. Ол есім хан тұсында Ташкентті жаулауға қатысты. Қабанбай батыр кек алмақ болды. Себебі жоңғар, қазақ соғысы басталған кезде Қабанбай батырдың ағасы мен әкесі жоңғардың қолынан қаза тапқан. 7 жасында әкесі, 16 жасында ағасы қайтыс болды. 16 жасар Ерасыл ағасын өлтірген жоңғарды тауып, кегін алып өлтіреді. 1725 жылы Қабанбай әскерлерімен Алакөл шайқасын, ал 1728 жылы Шұбартеңіз шайқасында жеңіп шығады. 1729 жылы Қабанбай, Бөгенбай, Райымбек батырлар бастаған қазақ жасақтары Бұланты мен Аңырақай шайқасында жеңіске жетеді. Абылай хан Қабанбай батырды ерекше құрметтеді. Шыңғыстау түбіндегі Шаған шайқасынан кейін Қабанбай ақ боз атқа мініп, қалың жаудың арасына кіріп, қазақ әскерін шабуылға көтергенде Абылай хан оны хан батыр, дарабоз деп атады.